Мен Абдинаев Имамаддин Бердақ ауыл қалалар жиынында тұрамын. Өзімнің қызығушылығым себеплі өзім кішкене парник ысыққана істедім. Ысыққанамда 5 жылдан бері істеп келатырмын, нәл жетістіремен. Жасылар жетекшімізге müracaat еткен едім. Müracaatымыз қабыл етіліп, әзірде мәхәллемізде 5 жасқа ысыққаналар субсидия есабында құрып берілді. Әзірде енді ысыққаналарымызға өзімнің алдыңғы ысыққанамнан нәл жетістіріп, әзір әкеліп берілген, құрып берілген ысыққанамызға егіп болдық. Әзірде мен помидор ектім. Соның азықларын беріп, суларын беріп қарап жатырмыз. Құда қаласа 40 күннен піседі. Өзімнің алдыңғы еккен ысыққанамнан нәллерімізді арзан бақада базарларымызға сатып жатырмыз. Содан дараматымыз болады. Bir жылда 20-25 миллион дараматқа дейін алуға болады. Айтарым сыртта жүргендерге де өзіміз минет етсек, бәрінің жемісін алуға болады. Ысыққанамыз 4-ке 8. Содан ақ әзірде 25 мың түп нәл жетістіріп атпан. Одан бір 2 айдың ішінде 25 миллион, 20 миллион дарамат көруге болады. Минет етсең, жемісін көресең. Жақсы минет етіп, базарларымызға өнімдерімізді жеткеріп беруге әрекет етеміз. Келешекте ысыққанамызды үлкейтіп, 10 сотик ысыққана құрып, ішінде палыз егілерін егіп, өзіміздің елімізге арзан бағада өнімдеріміз жеткеріп беру. Жасылар дәптері, имканиятлар дәптері.